Сұлтанәлі Балғабаевтың 1998 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық театрында қойылған «Тойдан қайтқан қазақтар» атты 2 бөлімді 9 көріністі комедиясы заманның жағымсыз тұстарын айқара ашып, арпалысқа түскен ел өмірін, қоғам мәселесін бейнелеген комедиялық туынды. Бұл пьесадағы бір ерекшелік оқиға желісі Қазақстан пойызында өтеді. Бұл туынды жұртты еріксіз саналы ойға жетелейді. Спектакль өмірдің өзінен ой бала салғандай баршамызға етене таныс оқиға өзегіне құрылған. Тойдан қайтқан масаң адамдар шайқалақтап, даурығысып, бірін-бірі жөн-жосықсыз асыра марапаттап келеді. Сол сәтте олардың асар шешен де, дана да, батыр да жоқ. Жел сөзге марқайып, талтаңдап, жер баса алмай келе жатқан Мелс Әлібаевич сияқты азаматтар да бізге таңсық емес, күнде көріп жүрміз. Мұның бәрі қоғам кемшілігі. Елді ілгері бастырмай келе жатқан осындай адамдар екен шығарма желісі алдыңа жайып салады. Ішкенге мәз, жегенге тоқ осындай адамдардың іс-әрекеттеріне қынжыласың. Спектакльде жандай шаптар мен май мөңке жағымпаздарды айналасына жиып, ел мүддесін ойлаған боп, биік-биік мінбелерден сөз сөйлеп жүрген лауазым иелері бізде аз ба? Әншейінде олар судағы балық сияқты, сөзі де өзі де жып-жылтыр ұстай алмайсың. Содан кейін де дәурені жүреді. Тіпті іште олардың без бүйрек адамдар екенін сезсең де, қолдан келер қайран жоқ. Бетіне қарсы келіп шындықты айтсаң да, сенің сөзіңді кім тыңдайды? Қызметінің арқасында айтқаны айтқан, дегені деген. Спектакльде дәл осылай өрбиді. Өз бабасын 5 жасында шешен, 10 жасында қолбасшы болды деп дәлелдеп, Мелс Әлібаевич сияқтылардың арқасында атақ дәрежеге бөленіп келе жатқан Асай Мүсейевич сияқты ғалымсымақтардың жылпы остығының арқасында еті тірі жігіт атанып, елді қанаттап отырған Қош Қарбай жұрт еңсесін қалай көтермек? Тұраушыда туған баласың дегендей олардың сүйенетіні Мелс Әлібаевич сияқты мақтау сүйген басшылар ғой. Ал олардың жақсылығы өз басынан артылмайды. Міне, сол Қош Қарбай сонау Алматыдан келген 2 дөкейді пойызға шығарып салмақ болып, кеудесін керіп келе жатқан шынайы бейнесін осы жол үстінде бірте-бірте ашылады. Спектакльдегі оқудағы баласына барып келе жатқан билетсіз жолаушы, қап-қап жүкті арқалаған саудагер әйел, жол серік қыз, пойыз бастығының қимыл әрекеттері соншалықты шынайы, нанымды шыққан. Бастапқыда шақылдап тұрған жол серік қызға өтірікті суша сапырып, жетер жеріне бару үшін еш нәрседен тайынбайтын саудагер әйелге жанның ауырады. Бұл шығармадағы басты бейне Қазақстанның халық әртісі Жұмабай Медетбаевқа арналған. Сұлтанәлі Балғабаев өзінің сахналық шығармасын осымен 2-ші рет белгілі бір өнер иесіне арнап отыр. Оның ғашықсыз ғасыр еңбегі КСРО халық әртісі Фарида Шәріпова үшін арнайы жазылған екен.